Кең даланың үстінде күн жарқырап, жұмсақ бұлттар баяу жылжуда. Сол далада тайбурылына мінген бала Алпамыс шауып келеді. Киіз үйдің жанында дала гүлдері тербеліп, көбелектер ұшып, алыста көк таулар көрініп тұр. Сәл ұзай бере, аспанда қалықтаған дана бүркіт, орманда көпір сынып, жануарлар қиындыққа тап болды деп Алпамысқа тіл қатты. Алпамыс тайбурылдың үстінде отырып, оның айтқанын мұқият тыңдап, бірден көмектесуге асықты. Орман ішіндегі жарық алаңқайға келгенде, олар сынған ағаш көпірді көрді. Қасында қоян мен тиін уайымдап тұр екен. Көпірдің астымен мөлдір бұлақ суы сылдырлап ағып жатыр. Алпамыс бөгелмей іске кірісті. Ол ауыр ағашты көтеріп, тайбурыл оған тіреп көмектесті. Жоғарыда дана бүркіт дұрыс бағытты нұсқап айнала ұшып жүрді. Ақыры көпір мықтап жөнделді. Қоян мен тиін қуаныштан секіріп кетті. Күн жарқырап, тау үстінде нәзік кемпір қосақ пайда болды. Көбелектер бұлақ бойында би билегендей қалықтап тұрды. Алпамыс күлімдеп, балалар, сендер де жануарларға көмектесіп, оларды қорғап жүріңдер. Табиғатты аялау әр қайсымыздың міндетіміз деді.